Ғибратты әңгіме 30 жылдық ораза. 30 жыл ораза ұстаған адам бірде құдық басына келіп, су алу үшін кезекке тұрады. Ол кезек қанша үлкен болса да таласып тармаспай сабыр сақтап тұрғанда, кезектің соңғы жағынан біреу айғайға басып: "Мен бүгін оразадамын, кезек беріңдер, қарным ашты, шөлдедім" деп шу шығарады. Әлгі айғайшы әр адамға соны айтып, біртіндеп алға жақындай береді. 30 жыл бойы ораза ұстаған кісі басында мән бермей тұрғанмен, бір кезде шыдамы таусылып: "Әй, бауырым, егер ораза тұтқанға жол беру керек болса, 30 жыл бойы ораза тұтқан мен бірінші алуым керек емес пе? Сен неге бір күн тұттым деп елді қырып кете жаздап тұрсың?" деп ашуланады. Сонда әлгі кісі жақынырақ келіп, қарқылдап күліп: "Саған 30 жыл бойы сөзім өтпеп еді, енді міне, оразаңды міндет қылып, бар сауабыңнан айырылдың. Маған да керегі осы еді" деп көзден ғайып болыпты. Құрметті оқырман, менің дыбыстауыммен жазылған әңгімелер сіздерге ұнаған болса, арнама тіркеліп, пікірлеріңізді қалдыруларыңызды сұраймын. Бұл менің арнамның дамуы үшін өте маңызды.